Allahu Ekber. Allahu Ekber. Құрмет жамағат, саптарымыз түзу болсын, орталарыңызда бос орын қалмасын. Ұялы телефондарымызды сөндіріп қоямыз. Намазымызға кедергі болмасын. Мынау мешітімізге жаңадан келіп жатқан намазхандар болатын болса, сұрақтарыңызды тек қана имамдардан сұраңыздар. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының жауапты имамдарынан ғана сұраңыздар. Намазға тұрайық. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Қалайсың бауырым? Жақсы? Байқадым, намаз үйреніп жүрген сияқтысың ғой енді. Бүгін бірінші рет келдім. Намаз дұрыс оқымайды екенсің бауырым. Жүрмін саған намаз үйретейін. Мынау мешітімізге жаңадан келіп жатқан намазхандар болатын болса, сұрақтарыңызды тек қана имамдардан сұраңыздар. Жоқ, мен мешіт имамдарынан сұраймын. Бауырым, имамдар бидағатшылар ғой, олар Абу Ханифа мазхабымен үйретеді. Жүрмін саған тасуын үйретейін. Жоқ, кешіресіз, рахмет. Мен имамдардан сұраймын. Аузубилля. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Кіруге бола ма? Бір-екі сұрақтарым бар. Кел бауырым. Намаз енді бастаған едім. Қалай намаз дұрыс оқу керекін үйретесіз ба? Машалла, үйретейін, әрине. Біз үйретпегенде кім үйретеді? غريق المعاني имамдар бидағатшылар ғой, олар Абу Ханифа мазхабымен үйретеді. Жүрмін саған тасуын үйретейін. Жоқ, кешіресіз, рахмет. Мен имамдардан сұраймын. Аузубилля. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Кіруге бола ма? Бір-екі сұрақтарым бар. Кел бауырым. Намаз енді бастаған едім. Қалай намаз дұрыс оқу керекін үйретесіз ба? Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Қалайсың бауырым? Жақсы? Байқадым, намаз үйреніп жүрген сияқтысың ғой енді. Бүгін бірінші рет келдім. Намаз дұрыс оқымайды екенсің бауырым. Жүрмін саған намаз үйретейін. Мынау мешітімізге жаңадан келіп жатқан намазхандар болатын болса, сұрақтарыңызды тек қана имамдардан сұраңыздар. Жоқ, мен мешіт имамдарынан сұраймын. Бауырым. Allahu Ekber. Құрмет жамағат, саптарымыз түзу болсын, орталарыңызда бос орын қалмасын. Ұялы телефондарымызды сөндіріп қоямыз. Намазымызға кедергі болмасын. Мынау мешітімізге жаңадан келіп жатқан намазхандар болатын болса, сұрақтарыңызды тек қана имамдардан сұраңыздар.
Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының жауапты имамдарынан ғана сұраңыздар. Намазға тұрайық.